Жоба атауымыз пластмасса. Жоба авторлары заң факультетінің бірінші курс студенттері Қанибек Әдемі, Темиров Арнур, Жунусхан Серік, Жумасейіт Қуанышбек. Жоба тақырыбымыз Жасыл ел бағдарламасы аясында пластикалық қалдықтардың жағдайын зерттеу, қолданыстан шыққан пластик қалдықтарды өңдеу мүмкіндіктері. Пластиктің тарихына келетін болсақ, алғашқы пластигі 1885 жылы ағылшын металлургі мен өнертапқыш Александр Паркс алған. Лео Бакеландқа келетін болсақ, ол 1907 жылғы алғашқы арзан, жанбайтын және толық синтетикалық пластик бакелит ойлап тапты. Пластмассалардың жалпы екі түрлері бар. Біріншісі термопластика, ал екіншісі реактопластика. Термопластикада ол ыстыққан кезде ол ериді. Төрт топқа жіктеледі. Бірінші тобы ол полимерлену негізіндегі пластмассалар, оларға полиэтилен, полистирол және тағы басқалар жатады. Ал екінші тобы болып, ол поликондификацияланған негізіндегі пластмассалар жатады. Оларға полиамидтер, полиэфирлер және тағы басқалар жатады. Ал үшінші түрі болып, ол химия модификацияланған табиғи негізіндегі пластмассалар. Оларға протеин, целлюлоза, галолит жатады. Төртінші тобы болып, ол табиғи және де мұнай асфальттары мен шайыр негізіндегі пластмассалар. Ал енді пластмассалардың жағымды және де жағымсыз жақтары туралы айтсам, ең басында осы жағымсыз туралы бастасам, жағымсыз жақтары осы дүниежүзілік мұхитта полиэтилен пакеттері және де түрлі қалдықтар осы тұрғындардың кесірлерінен осы сол дүниежүзілік мұхитта 100 мыңнан астам сүтқоректілер осы жаппай қырылуына әкеліп соғады. Ал енді пластмассалардың жағымды жақтары туралы айтсам, пластмассалар олар металдың аналогтарына қарағанда әлдеқайда жеңіл болып табылады. Пластмассалар тотанбайды және де қышқылдар мен түрлі сілтілердің әсеріне төтеп бере алады. 2018 жылы Қазақстанда 4,3 миллион тоннадан астам қатты тұрмыстық қалдықтар түзілген. Пластиктің үлесі 11,2% құрайды. Пластик бойынша нақты статистика жүргізілмейді. Егер Қазақстан бойынша қарайтын болсақ, есептік деректер бойынша, егер қатты тұрмыстық қалдықтардың жалпы көлемінің алатын болсақ, 2018 жылы пластиктің пайда болу көлемі шамамен 480 мың тоннаны құрады. Оператор РОП жауапкершілігі шектеулі серіктестік деректері бойынша 2016 жылы пластмассалық қаптаның пайда болуы шамамен 283 мың тоннаны құрады. Мен Темиров Арнур, заң факультетінің бірінші курс студентімін. Біздің жоба бойынша Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік қазақстан мемлекеттік университетінің экология кафедрасының ғылым кандидатының доценті Абду Айсұлу Алшынбекқызынан сұхбат алудан. Айсұлу Алшынбекқызы қазіргі таңда пластиктің пайдалы және зиянды жақтарын айтып өтсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Өте қазіргі таңдағы өте актуальды тақырыптардың бірі. Себебі қазіргі күнделікті тұрмыс тіршілігімізде пайдаланатын пластикалық заттарымыз, ол ыдыс аяқ болсын, пакеттер болсын, басқа да түрлі бұйымдар болсын, оларды шығаратын зауыттардың өзі жылына 400 мыңдай тонна улы заттарды қоршаған ортаға тигізеді. Және де олар көптеген қалдықтарын зиянды антропогендік әсер еткізеді биосфераға. Суға түседі, ыдыраған жағдайда жер асты суларымен топырақты залалайды, және де көптеген оның зияндары өте көп. Ең біріншісі ол пластикалық заттардың қоршаған ортаға емес, адамның организміне тікелей әсер ететінін атап өтсек болады. Және де ол өте зиян. Себебі пластикалық заттардың барлығы химиялық элементтерден тұрады. Бірінші ол полистирол. Полистиролдан жасалған пластика элементтер, мысалға, оларды ыстық суға құюға болмайды. Және де ыстық су құйған жағдайда олардан өте улы химиялық зат әсер етеді, шығады, және ол бүйрек және бауыр ауруларына әкеліп соғады. Келесі құрамдағы пластикалық заттардың элементі ол полипропилен. Полипропиленнен жасалған пластикалық элементтерді біз мысалға мына күнделіктегі кафе барлардағы кофе ішетін стакандарды, тарелкаларды жасайды. Және де бұлар микроволновка
микроқолқынды пештерге салуға да болмайды. Оларды салған жағдайда, я болмаса спирт құйған жағдайда олардан улы стирол элементі шығады. Және де үшінші химиялық элемент ол поливинил пропилен, және де бұл элемент ең улы болып есептеледі, өйткені бұл генетикалық кодты бұзатын канцерогенді элементтерді тудырайды организмде, және де организмге түскен жағдайда ол жыл сайын жиналып адамды көптеген ауыр сырқаттарға әкеліп соғады. Енді бұл пластикалық элементтерді, пластикалық бұйымдарды пайдаланудың да зияны өте көп екенін атап өттім. Және де оларды қалдық ретінде қоршаған ортаға тастауға да болмайды. Және де олардың шығу жолының бірі бүкіл мысалға осы пластикалық бұйымдарды қағаз бұйымдарына ауысуға осы жасыл ел бағдарламасы бойынша көптеген мекемелер. Жалпы сіз өзіңіз пластмассаларды қандай жағдайларда көп қолданасыз? Мен негізінде пластмассаны үй жағдайында көп қолданамын, яғни балалардың тамағын бергенде, саяхатта қолданылады, және де супермаркеттерге барған кезінде одноразовый пакеттерді қолданамыз. Әрине, ол тамақ тасу үшін қолданылатын заттардың бірі. Рахмет. Жалпы адамдар осы пластмассаларды қандай салаларда жиі қолданады? Жалпы адамдар осы пластмассаны құрылыс материалдарында немесе осы ауыл шаруашылығында көп қолданылады, кеңінен медицина нелерінде, және өзіміздің қолданып жүрген өзіміздің тұрмыс тіршілігімізде қолданамыз. Ал осы Қазақстанның қай өңірлерінде осы пластмасса өндіру зауыттары орналасқан? Осы пластмасса өндіру зауыттары біздің Қазақстан Республикамыздың Маңғыстау және Атырау жерлерінде өндіріс зауыттары орналасқан. Мына жаңа пластик туралы айтып кететін болсақ, мына күнделікті өмірде және үйде немесе жоғары оқу орындарында пластик қалдықтарын қайта өңдеуге немесе кәдеге жаратуға болады тізім жасау туралы өзіміздің ойымызды іске асырмақшымыз. Жаңа оны қандай әдістермен және бай және кедей мемлекеттерінде оның қандай жаратудың қандай айырмашылықтары бар, және бай елдердің қалдықтары көп көлемін кәдеге жаратудың озық үлгілері бола ма, және оның деңгейі мен түріне қандай факторлар әсер етеді деген сияқты өзіміз қысқаша ойын құрмақшымыз. Және зерттеу жұмыстарына келетін болса, ол оқушылар апта ішінде жаңағыдай қоқыс ретінде лақтырған заттарды жазатын журнал толтыратын болады. Олардың неше пайызы кәдеге жаратылуы болады, ал қалғандары неше пайызы қайта өңделіп немесе кәдеге жаратылған біз алдағы уақытта бізге бағыт бағдар беріп отырады. Пластик өте құнды қайталанбас шикізат болып табылады, және біз оны жіберіп алмаймыз. Сондықтан шикізатты қайта өңдеуге тарту және жаңа өнім алу, қоршаған ортаға зиянды барынша азайту үшін шаралар қабылдауы қажет.